Сәлем достар, сіздермен бірге мен Майк Миллер. Бүгінгі күні біз Майнкрафт ойнайтынбыз, бірақ San Andreas картасымен. Қалай айтсақ болады, Grand Theft Auto Minecraft Maps San Andreas дейді. Короче, солай. Өздеріңіз көріп отқандай, мынау райондары. San Andreas'тегі өзінің ең алғашқы миссияда келетін районы. Бұл CJ-дің ең алғашқы үйі. Білесіздер, жақта көп оның жағдайы болған. Кіріп қарайық ең алғашқы өзінің үйіне. Көріп отқаныңыздай дәл сондай тек кішігірім жасалған. Кішігіріміне дәл осындай комнат болған. Бұл есік ашылмайтын болған. Әлі де ашылмайды. Макбай Джонни адам. Бұл өзінің кухнясы болған. Кухнясына сохранить ететін жер. Сіздер біліп отырсаңыздар, бұл жерде пештің сыртыстың осындай болған. Енді екінші этажына көтерілейік. Ұқсатқан бекен, ұқсатпаған. Мына есіктер ашылмайды, тек өзінің киінетін бөлмесі ашылған болатын. Бұл картинка. Бүгінде кеттік. Қарайық, басқа тағынан қандай заттар жасалған екен. Бұл компьютердің көбін ашпаған. Опа! Сындыр жібердік. Болған екен. Қос сөндіреді екен. Осындай компьютер бар, бірақ біз оны көрмегенбіз. Есіктер жалықтырғаннан кейін. Не деген әдемі қылып жасағанбыз. Осылай. Есік сындырып кеттік. Рендимейт жарды ойлайын. Кеттік. Кухня. Көрдік оны. Енді далаға шығайық. Далада міне мынау өздерінің білесіңіз. Бұл ойындағы тағы бір дос болған. Соның де. Оларға кірмейтін еді. Жарайды, мен әрбір үйге кіріп отырмай, қаласын қарайық. Мына жерде баскетболный зона болған, дәл сол әлі тұр. Көрдіңіздер, баскетболный кольцо. Оған бірақ оған кірмейтін еді. Қалай шығамын? Рендимейт жарды ойлаймын, есесіне. Групп үлгісі, групп. Осындай, ар жағында осындай дум болған. Осындай болған, дәл осы жер сіздер білетіндей не. Өше кіріп кетсең көбінесе негізі арта алмайтын еді. Қызық кітабесте де дәл осы жер бар. San Andreas'терге салған. Дәл солай копировать еткен картаны маған ұнады, өте керемет. Енді бұлай Майнкрафттың ішінде жүретін көбінесе скелет заттар болмаса, бұлай жақсы. Жақсы карта екен. Жарайды, қарайық, келесілер ұқсатқан екен. Дәл осы мосты білесіздер ме? Білсеңіздер, ішінен бір КамАЗ секрет миссиясы бар. Мотоциклмен қашып кетқанда оның іші сындырып секрет. Грув-стрит көшесінен шықтық. Көше Грув-стрит. Осындай Грув-стрит көшесі. Сундуктерде не бар екен? Бұл сундуктерде дем сақтамаған. Сундук бар. Бір картаға бір секрет. Міне дәл осындай көрдіңіздер не? Дәл осындай болған. Осындай мост. Мостына жер сынатын бірдеме бар еді. Секретін тек машина жүретін болды. Енді Майнкрафтта ондай жасау қатты қиын мүмкін емес. Мынау да бақшасы бар досымыздың еді. Мынау да бақшасы бар досымыздың еді. Досымыз оған үйінің артында. Дәл сондай достар. Мына жерде тек күрек тұрған болатын, күректі ұмытып кетіпті. Үйінің артымен жүрек. Бірдеме көрек жағымыз. Бұл ар жақта машина жарысқа кететін жол. Ал бұл жақта бір магазин болған. 24 сағаттық магазин. Сосын жақта киім жататын магазин болған. Бұлар Flowers, Batteries, Grading, Gardening. Шерстер. Опа. Closet.
жабық. Hostel, офис, иә. Опа. Қарашы маған. Андай райондарда тұратын негрлер бар ғой. Сондай сияқты ұзын негрлер бар ғой, шөпшек тұратын. Өздері. Опа, не. Дым түсінбедім, мына жерде танкі неғып тұр. Жоқ, танкі неғып тұр, соны түсінбедім. Танкінің дым қатысы жоқ қой деді. Біле білсеңіздер, осы жерде миссияның ортасында бір қызбен танысуға болады. Миссияның ортасында соңында да любой времени танысуға болады. В общем, бір қызбен танысып, осы үйге келіп тұрасың, рахат жағып жақын, сөйтіп келесің. Таныс үйге алып кетесің. Қызық болған иә ол миссия. Ол миссия қызық болған иә. Жарайды, келесі жерін қарап өтейік. Тағы да қандай біз білетін жерлер бар. Біле білсеңіздер, мына жерде бір машина тұрған иә. Ішінде түнде үйлер тонауға болады. Осы жерде тұрған не? Мына жерде екен біреуі. Мына жақты неге жапты екен? Иә, картаны өте үлкен қылмапты. Опа, сіз білетін ең қызық жер ол міне. Есігін сындырып отыруға келеді достар. Сіз білетін не? Мынау боксный арена. Бірақ ішіне дым салмапты, өкінішке орай. Бірақ осы біздің гимнастический аренамыз оған. Ішіне осы жерде качаться етуге болатын еді, денемізді үлкейтуге болатын еді. Сосын ана жерде бокстың аренасы болды, иә. Келесі жерді қарайық. Тағы қандай біз білетін жерлер болды. Әлдері жағын жасамаған. Жасаған адамға қарамасақ, оны жасаудың өзі оңай емес. Жалғыз өзі, тем более бір адам жасаса, құдай білсін. Қалай жасайды. Иә, тағы біз білетін қандай жерлер бар. Бұл машина неғып тұр. Қай жерде бар. Ботаника. Ашылмайтын болып көрінеді. Дамбы қайда дамбы. Бұл міне үлкен трасса. Осы жерде көбінесе қағылып қалатын еді бәрі. Мына жерден секіріп биліктен секіретіне қағылып қалады. Опа, міне баскетболный площадка. Осы жерде көбінесе ойнауға бола ма деген ой бәрімізге келді, өтірік айтпасаң. Осы жерде ең бірінші рет көргеннен қызығасың, нән жүр ғой. Ойнауға бола ма екен деп ойлайсың, бірақ дым ойнай алмайсың. Осы жерде қайран үлкен площадка. Міне осы жерде граффитилер салынған болатын. Осы жерде граффитилер салынған. Үстінен ашыпты. Оған не осындай да, не осындай Макдональдс сияқты оған осы жерде. Макдональдс болған осы жерде. Мына жерде 24 сағаттық болу керек. Иә, дәл сондай. Сосын ары қарай жүрейік. Көбелер есіме түспейді. Мен үлкен дамбы. Достар, қараңыздаршы, кәм дамбыны дәл салыпты ғой. Кәм келтірген. Дәл осы дамбы, біле білсеңіздер, біздің GTA 5-те де бар. Дамбы әдемі салынған. Бұл үшін үлкен шапалақтық болуға да болады. Міне, үшіде пожарный ол керек, иә. Пожарный зона. Бірақ енді оның үшін кіре алады, кіре алмай. Мұнай ішінде. Бұл бірден бар. Опа. Жақсы саған. Мына жерде секіріп барып ал дегенде болған. Оп, сразу бірінші шанстан кеттік қой. Кеттік достар, соны. Оп. Тағы қандай жерлер бар. Мына жерде вертолет тұр. Мен вертолет көрейін. Жоқ. Міне вертолет. Дәл жасап, міне достар.
мен айтып өткен жақта гонка болатын еді ол жаққа, бірақ сразу кіргізбейді. Бірақ үлкен уровеньге жеткенде, уровеньге ғана ойынды көп ойнағаннан кейін барып, уровеньде миссияларды атқаннан кейін барып кіргізетін еді. Короче, үлкен зона болатын, ішінде қызықтың бәрі көкесі ішінде. Міне осындай ішінде секретін мыналар болып, осыдан бастайтын еді. Былай қарай бірақ мен үшін дұрыс жасамаған. Жоқ, бірақ қызық болған, шынында қызық болған. Шынымен де мынау в общем карта осындай жақсы. Дамбыны көріпсіздер. Дамбы үлкен арақашықтықта салынған. Я үлкен арақашықтықта салынған. Мынау үлкен арақашықтықта. Енді былай қарайық тағы да. Міне мана жерге қайтадан келдік достар. Картамызды почти бір айналып шықтық. Я осындай қызық да карталар маған ұнады. Өте жақсы жасалған карта екен. Достар, мен тек осы GTA San Andreas'ın картасын өтіп қана тоқтай қоймаймын. Осы видео жалғастырамын Майнкрафттан. Әртүрлі ойындардың картасын аламын, тек қана GTA San Andreas'тік емес. Сау болыңыздар достар, сіздермен бірге болған мен, Майк Миллер. Келесі жүздескенше, давайте.